Барларыңызға қайырлы күн достар. Келе жатқан мейрамға байланысты бүгін сіздерге осындай әдемі қатпарлы қамырдан дайындалатын жаңа жылдық шырша дайындап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең басты нәрсе қатпарлы қамыр қажет. Қатпарлы қамырдың рецепті менің каналымда бар. Міндетті түрде қараңыздар. Ингредиенттердің қасына ссылкасын белгілеп қойдым.
әрбір пышақ бара береді, мынадай да барады. Содан соң жұқа қылып кесуге тырысыңыздар, әдемі қылып осылай кесіп шығамыз барлығын. Тек қана мына ортасына дейін былай апармайсыздар, ортасына дейін. Әрбір жаңаға өскен сайын ұшына дейін кішірейе береді көлемдері, үлкейтпейсіздер. Осылай, енді екінші жағын істеп шығамыз. Біз барлығын істеп шықтық. Енді алып, осылай екіге ораймыз, 2 рет ораймыз. Астыңғы жағын 3 рет ораса да болады, егер ұзын болса. Осылай орап шығамыз. Астыңғы жақтарын 2 рет, 3 рет ораймыз, ал жоғарғы жақтарын 1 рет ораса да жеткілікті. Бұл жаңаға осындай біздің сызықтарымыздың көлеміне байланысты. Неке біздің шыршамыз дайын. Енді бір жұмыртқаны аламыз, шанышқымен жақсылап шайқаймыз. Осылай алып, жақсылап жағып шығамыз, барлық жеріне жағып шығамыз. Негізі қатпарлы қамырды дүкеннен сатып алсаңыздар да болады, үйден жасасаңыздар да болады. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Жандарына барлық жеріне жағып шығамыз. Қамырдың барлық жеріне осы жұмыртқамызды міндетті түрде жағамыз. Сол кезде жақсы қызарып, әдемі болады. Жұмыртқа бұл қызартады бетін. Әдемі болып шығарады сол кезде. Бұлды біз барлығын жағып болдық. Енді осы біздің шыршамызды 180 градуста салқын пешке салып пісіреміз. Міндетті түрде салқын болу керек. Себебі салқын пеште қатпарлығы жақсы шығады, жақсы қатпарланады. Шамамен 30 минуттай қызарғанша толықтай пісіреміз. Менде дәл 30 минут пісті. Енді қант ұнтағын кішкене ғана сүйіп шығамыз, қалауыңызша. Сәл әдемілік, кішкене жаңа қар тектес кейіп береді. Осылай кішкене сүйіп шығамыз. Жаңа жылдық шыршамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қазір дәмін көреміз. Өте дәмді болып шықты. Бүгін дайындап көріңіздер. Кеңес беремін. Өте оңай дайындалады. Ешқандай да уақытыңыз кетпейді. Тек қатпарлы қамыр болса болғаны. Тағы да айта кететін жайт, вареный сгущенканың орнына джем, қою варенье сияқтыларды да қосуға болады. Өзіңіздің қалауыңызша. Мен осылай вареный сгущенканы қостым. Өте дәмді болды. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, әлі де көп рецепттер болады.